Жылдағы дәстүрге сай желілік 100 күй жобасы аясында «Қос жіктен күй күмбірлеп» атты домбыра сабақ өтті. Домбыра сабағына Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген қайраткер Қадыр Досымжанов арнайы шақырылған болатын. Сабақ барысында қонағымыз өзінің өмір жолын, шығармаларын көптеген деректермен бөлісті. Сонымен қатар оқушылардың өздерінің туындаған сауалдарын қойып, сұрақтарына жауап алды. Сазгердің шығармасын орындады. Кездесу соңында Қадыр аға өз лебізін білдіртіп, мектебімізге естелік ретінде өзінің 3 томдық шығармаларын жинағын табыс етті. Бұл сабақ әлі де өз жалғасын табады деген ойдамыз. Өйткені оқушылар тарапынан сұранысқа ие үлкен жобаның бірі.